поэмасының үзінділері авторы Төреген Айберген. Сағындым жаным мен сені, көркіңді жүрген қуаныш қылып, мендей мекен бар ағам. Шын үнім болсаң бас бұрма жаным, өсек ғайбатқа бораған. Қажет жерінде қатыгездікпен қаталдық керек десек те, адамның заңғар ұлылығын сен сағынышпен есетсе. Онсыз сен тіпті тұлпар да болсаң қосыла алмайсың қатарға, әуелі әбден сағынып олмай шығушы олма сапарға. Сағынбай барсаң теңіз есенің тебіренбес жастық шағындай, бұлбұлдың даусын ести алмайсың, бауырына кірсең сағынбай. Сағынбай барсам, тауар да сіздің алдынан шықпас асақтап. Ойлауым мүмкін дүниені, мынау кеткен екен деп тас қаптап. Үмітке толы, арманға толы, әр жерде бір түп қарағай. Сағынбай жүрсе, хауы мүмкін жымырасуға жарамай. Биікте тұрған тауар да мынау, нұрына таңын боялған. Сен мен менің асырлап күткен сағынышынан оянған. Бабалар бізді сағынған, жаным арманнан сыр биігін. Әжелер бізді сағынған, жаным қалдыр басқа иығын. Сағыныш толып қайтадан толғау болар бәлкім қолайсыз. Дегенмен жаным көгілдір дүние сағынбасын арайсыз. Өмірде мынау сағынбағандар, бақытсыз бақсыз талайсыз, қазақтың жыры абайсыз. Өткелі қуар жолдарда жынға батқанда шығар сағызға, жоғасып суды аңсатқан шығар сантарам саршатамызды. Бірақта жаным өледі қыран қияға самғап баратып, болғасын бейбақ ой жүрегінің сағынышына қарызда. О шіркін, менің сағынышымдай көлемі шексіз болсау да, алдағы жанда жұрыспа седау сағыным менен шаршау да, сен мен сені, көкірегі ыстық дүние, тұратын кей сағыным менен шаршау да. Сағыныш деген болшылық қазына, болады берер артық. Ана ызаста сағыныштарда араның балы бар тіптей, мен мына ыстық жүрегімнен қаратасты да сағынам, қалған болса тәртіп бердім. Сағыныш деген алдында тұрған ақала басты көк заңдар. Бақытың сенің батыл солай бара жатса ауытпай жандар. Заманың менің жанарымда алып сағыныш болып жарқылдап, арғы тынбайтын үйреніп сыңсып, аэропорттар мен вокзалдар. Сағыныш шалғай сапарларыма жасаған шақтай иелік, кеудем менің сан реттекте тауын астында киелік. Қойдымда менің қалбиды, бүгін ақ жұпар әлем күзімін, сол сағыныштың кірпік терге сүйелік. Зойдың күн тұсында менің жаңғырып барып ендікпен, сұрша құмдарға, құм шағылдарға таңдай кеуіп селкіткен. Егер сен жарық жанарыңды алсаң қаймен мұңға қаптатып, сағынып жүрмейді ендіксен. Сағыныш деп оқ, жүйт түсе көз, боса арасына әндіріп. Сағыныш деп оқ, далалар жатса, қалалар жатса жаңғырып. О, сәлем саған, шартар қырға жұлдыз боп ағып баратқан, өз жүрегінің түкпіріндегі тұңғиық, түпсіз мәңгілік. Арлығынан біреуін бағалап жүріңдер. Менің ақшайын басында маған Ерасылдың айтқанын өйткені ол шынымен де өз інісіне айтып жатқан насихат жоқ естіді. Және де кейін осы ұлдардың арасында Асылайдың жұмсақ даусымен сағынышы сіңір ол абайсыз қазақ әліпбиі деген маған жолдарынан және де Бақытжан ең соңғы жағында өзінің жүрегімен беріліп сағынышпен айтқанына сөйледі. Жақсы тамаша, рахмет. Жақсы рахмет. Алда шында көрсетемін. Алла рахмет болсын. Жақсы там, тамаша. Сағынышым қойсырмен бекелеп көздемі. Бұл өлеңде Төреген Айбергеннің жарқын дүниеге деген аңсарын құштарлығын, сағынышын, сонымен қатар одан әкелген ыстық сезімін көркем тілмен жеткізген бірден бір ақын. Сағыныш өлеңі 15 шумақтан, 4 тармақтан, 18 буыннан, 18 тармақтан тұратын өлең. Бұл өлеңнен автордың мемлекет тілінің құштарлығын, жеріне, еліне деген сағынышын, табиғатқа деген сүйіспен шынын біле аламыз. Сағыныш ол адамның өміріндегі ең асыл қасиеттердің бірі. Сол себепті әр адам шындықта жүргенде өз жүрегін сағынып жүру керек. Тамаша, бұлар тармақ бәрі айтылды. Ақын өзінің бұл дүниеге деген сағынышының көлемі шексіз екендігін айта келе, көкірегі ыстық беу дүниенің сүйетіндігін, оның сағынышпен аңсаудан тұратындығын көркем тілмен жеткізе білген. Өлеңнің әр шумағы сағыныштың сазы есетіп, Төреген Айбергеновтың поэзиясы ерекше бір қуаты бар. Және де бұл сағыныш өлеңінде біз отанға, атамекенге, еліне, халқына және де балаларына деген сағынышын сезе аламыз. Алайда мен оны
өзге елде жүрген қандастарымыздың өз отандарына деген сағынышымен байланыстырар еді. Себебі Жүзбілегінде төлеген Айбергенов Қарақалпақстанның Қоңырат ауданында дүниеге келген. Және де бұл сағыныш жөнінде өзінің отанына деген мысалы мен мынау жүрегіменен қара тасты дасарына қаланып қалса тәртіппен атты өлең жолдарында өзінің отанына деген шынайы махаббатын мен сағынышын сезсе болады. Жақсы. Елімізге қайтып оралған қандастарымыз туралы мысалы атақты қандастарымыздың бірі ол Қанат Ислам, кәсіпқой боксшы, ол Қытайда дүниеге келген, Қытайдың дүркін чемпиондарының бірі. Алайда 2010 жылы азаматтығын ауыстырып, өз ата-мекеніне оралып, ары қарай кәсібін жалғастырып жатыр. Және де Майра Мұхамедқызы, ол кісі Қытайдың Құлжа қаласында дүниеге келген, қазіргі атақты да әйгілі Қырғызстанға келіп, атақты да әйгілі опера әншісі болып көптеген лауреаттарға мен сыйлықтарға ие болды. Оған қоса кететін табиғат тіршіліктің бесігі. Табиғатқа байланысты біз өзіміздің тобымыздың артымыздан өрен болдық. Табиғаттың заңдылығы бір ғажап қой, көркемдігін сипаттайтын сөз жетпейді. Табиғаттың сұлулығына қарап тамсанасың, құстардың шиқылдағанының даусынан дем аласың. Жақсы. Мынау үзіндіде мен сағыныштар да төбеңнен өтер түйдек көш болып көктемдегі барлық тырнаның даусы бар дегенде Төлеген Айбергенов осы үзіндіден біздің қандастарымызды тырналарға теңеген сияқты. Мысалы тырналар олар көктемнің жылы лебін аңсап келеді, ал қандастарымыз олар да басқа өлкелерден біздің отанымызды аңсап ұмытпай оралып келіп жатыр. Жақсы, рахмет. Олай болса, бір сәт қана сөйлесіп сәті. Ал бас шапақтаймыз, үшкіл қалаймыз. Бас шапақтаймыз, үшкіл қалаймыз. Екі қолымыз екі түрлі қозғалыста ауыстырамыз. Бас шапақтаймыз, үшкіл қалаймыз. Бақытжан достарымызды бас шапақтаймыз, үшкіл қалаймыз. Жақсы, рахмет. Біз сағыныш қайырмасымен аяқтадық. Бүгін біз алған білімімізді өткен сабақтарды тексеріп жіберейік. Onlar dayınızda mı? Yok. Telefonun yanında. WhatsApp bozuldu. Kapıyorum dedik. Sildiğinizin sindirip geçiriyoruz. Bizim okuşlarımızda yatırıldı. Жазма. Anlayın çıkıyor. Sildiğinizin çeviriyorum. Sildiğinizin bozulabilir. Nesi kodum aldı. 52 46. 52 46. Bozuldular mı? 52 46. Жазып тұрмын. Birlikte niyet ibrahimizde ilgili. Kırdan 15 arası. 18.
Şaneki? Şimdi sonra bir koydum. Şaneki ki dürüst.